Ұстаз ерекше қасиетті сөз. Ұстаз ол ұлттың жүрегі. Адамзатты тек қана білімге ғана емес, кішіпейілдікке, қарапайымдылық пен басты адамгершілікке баулайтын ерекше мамандық. Армысыздар қымбатты көрермен, назарларыңызда сұхбат алаңы жобасының екінші шығарылымы. Бүгінгі бағдарламамызда Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы Ұлтөбе ауылында орналасқан номері 2-ші жалпы білім беретін мектептің педагог зерттеушілермен сұхбат алаңын жүргізетін боламыз. Ұстазым бар сенің қасиетің, білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпей. Мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз, апай. Биылғы жаңа оқу жылында жаңа бастама, жаңа серпіліс болып мектебімізден YouTube каналында ашылған арнайы сұхбат алаңы жобасы. Осы жобадағы алғашқы сұрағымыз мектебіміздегі тікелей осы педагог зерттеушілерге арналады. Бірінші сұрағымыз, педагог зерттеуші санатын қай уақытта алдыңыз және де зерттеудегі тақырыбыңыз қандай? Бұл бастамаларыңыз өте керемет екен. Оң болсын, құтты болсын. Жалпы осы зерттеуші педагог санатын 2020-ның мамыр айында алдым. Ал өзімнің осы зерттеудегі жұмысымның тақырыбы бұл қазақ композиторларының әндері мен күйлерінің шығу тарихы туралы. Ұрпаққа сапалы білім беру үшін мұғалім қандай болу керек? Және де бұл салада әріптестеріңізбен қандай жұмыстарыңыз атқарылды? Тағы да сұрағымыз, биылғы жаңа оқу жылына жоспарлаған жоспарларыңызбен бағыт бағдарларыңыз туралы бөлісіңіз. Нұрсұлтан, бұл сұраққа мен өз пәнім бойынша, өз бағытым бойынша жауап берейінші. Жалпы ұстаз қандай болу керек? Жалпы ұстаз жан-жақты болу керек, ізденімпаз болу керек. Өз шәкіртіменен жұмыс жүргізген ұстаз сол шәкірттің нәтижесін күту керек. Мысалы, музыка маманы болсаң, эстетикалық пәндердің маманы болсаң, балаларды сайысқа қатыстыру ең басты біздің жұмысымыз. Ол балалардың нәтижесін көру, яғни оларды халықаралық, республикалық сайыстарға қатыстыру. Осыменен мұғалімнің жетістігі көрінеді. Яғни болашақтың мұғалімі жан-жақты болу. Биылғы оқу жылында жалпы барлық мұғалімнің де өз жоспары бар шығар. Егер де мүмкіндік болып жатса, мен оқушыларымды халықаралық, республикалық сайыстарға қатыстырғым келеді. Бас жүлдені Қанжығаға байлағым келеді. Және біздің соңғы 2 жылда мектебімізде болып жатқан өте көптеген өзгерістер бар. Кабинеттер ашылды, дәліздеріміз әсемделіп жаңартылды. Сол сияқты менде осы музыка кабинетін ашқым келеді. Осы кабинетімде аспаптар туралы бұрыштар дайындағым келеді. Яғни көрнекілік ретінде. Жалпы осындай кабинеттеріміз болса, нұр үстіне нұр болар еді. Мереке алдында мен барлық ұстаздарды осы төл мерекелерімен құттықтағым келеді. Және мектебімізге келген жас буын ұстаздарға сәттілік тілеймін, қадамдары құтты болсын, ұстаздық жолында үлкен табыстар. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Сіздерді осы жаңа оқу жылымен және алда келе жатқан ұстаздар күні мерекесімен құттықтаймын. Мен 2020 жылдың 30 желтоқсаны күні 108-ші бұйрық бойынша педагог зерттеушіні алдым, яғни 6 ай болды. Менің әдістемелік тақырыбым оқушыларды сыни тұрғысынан ойландыра отырып, химиядан алған білімдерін өмірде пайдалана білуге дағдыландыру. Біз бүгінгі таңда ғылым мен техника дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Осындай қоғамда заманына сай ұрпақ тәрбиелеп жетілдіру үшін біз оқушыларға жан-жақты біліммен қоса тәрбие беруіміз қажет. Заманға лайық мұғалім болу үшін, яғни жан-жақты білім мен тәрбие беруден қоса біз мұғалім мейірімді де қамқор, талап қоя білетін, шығармашыл және де ақпараттық техникалық құралдарды жетік меңгерген болуы тиіс. 21 ғасырдағы мұғалімнің ең басты міндетінің бірі ол оқушылар алған білімдерін өмірде пайдалана білу. Яғни біз ұрпақ тәрбиесі болашақ тірегі деп айтып жатамыз ғой. Сол себепті Қадыр Мырзалиннің айтқанындай тарыдай болып кіріп, таудай болып шығатын
осы оқушылар арасында үлкен жұмыстар жүргізілуі тиіс. Енді әріптестеріммен бірге жасалған жұмыстарды айтатын болсам, біз жаратылыстану пәндері мұғалімдері бірігіп сабақты зерттедік. Бұндағы мақсатымыз ең төмен сыныпты нысанаға алып, сол сыныпта мұғалімдер әдіс тәсілдерді сабақта өзгертіп қолданған жағдайда А, Б, С деңгейіндегі оқушылардың, яғни жоғары, орта, төмен деңгейдегі оқушылардың сабақта қабылдауы қадағаланды. Яғни lesson study нәтижесінде С деңгейіндегі оқушылар әдіс тәсілді өзгерткен кезде осы оқушылардың сабақты меңгеруі байқалды, нәтижесінде білім сапасы көтерілді. Мұғалімдердің енді алға қойған мақсаты міндетті түрде смарт мақсат болады. Ол ең бастысы оқушыларға стандартқа сай сапалы да саналы білім беру. Қазіргі заман талабы үштілділік, яғни химия сабақтарында ағылшын тілін ықпалдастыра отырып сабақтар өту арқылы оқушылардың химиядан алған білімдерін өмірлік қажеттілігіне сай пайдаға асыра білуге үйрету. Менің мақсатым осы. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Ұстаздар мерекесі құтты болсын. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, бақытты өмір тілеймін. Мен осы зерттеушілік біліктілігін 2019 жылы алдым. Содан бері қарай осы біліктілік санатыменен жұмыс жасап келемін. Зерттеуші ретінде мен халық ауыз әдебиеті үлгілерін пайдалана отырып, балалардың осы халық ауыз әдебиетіне деген шығармашылығына баулу керек. Негізімен енді ертегілерді, мақал-мәтелдер, сосын өлең жолдарын жазу жалпы өзімнің өмірімде барым келген уақытта жазамын. Енді менің алға қойған мақсатым бес саусақ бірдей емес, бір сынып болғаннан кейін онда үлгерімі жоғары, орташа және төмен оқушылар болады. Енді менің алдағы мақсатым осы білім деңгейі төмендегі оқушыларды білімі ортадағы оқушыларды жоғары білім деңгейіне қарай тартқым келеді. Осындай мақсатта жұмыстанып жатырмын. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Баршаңызды мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Зерттеуші педагог санатын 2020 жылы алдым. Менің зерттеудегі тақырыбым программалау тілінде сұрыптау әдістерін, түрлерін үйрену. Мұғалім мектептің жүрегі. Әр адам баласын тәрбиелеп өсірген мұғалімдердің еңбегі ешқашан өлмейді. Алайда заман талабына сай, мұғалімдер де соған сай дамуы керек. Мұғалім білікті әрі сауатты болу керек. Соған қоса мұғалімнің ұйымдастырушылық және көшбасшылық қасиеті болу керек. Қай ғасыр болмасын, мұғалімдердің орны ерекше. Менің осы жылы алға қойған мақсатым бәсекеге қабілетті шәкірт тәрбиелеу және алда болатын сайыстарға оқушыларды дайындап орын алуға ұмтылу. Ең бастысы білімді шәкірт тәрбиелеу. Мерекелеріңізбен, құрметті ұстаздар. Мен зерттеуші санатын 2019 жылы алдым. Менің әдістемелік тақырыбым дарынды баланы ғылымға бейімдеудің тиімділігі. Ұрпаққа сапалы білім беру үшін мұғалім әрқашан жаңашыл болу керек. Өйткені жаңашыл заманның ұрпағын жаңашыл мұғалім ғана тәрбиелей алады. Белгілі ұлт ұстазы Ыбырай Алтынсарин маған жақсы мұғалім бәрінен қымбат дейді. Яғни мұғалім әрқашан сол заманға лайықты болу керек. Сол заманның ұрпағын тәрбиелеп, мен келешектің адамын тәрбиелеймін деген сезімде болу керек. Ал мен бұл жөнінде әріптестермен әрқашан кеңесіп отырамын. Әрбір бала алдына келген ұстаздың алдына келгенде одан үміт күтіп келеді. Болашақта оның маңдайын, оның жұлдызын жағатын сол мектептегі ұстаздар екенін сөзсіз олар сенеді. Сондықтан олардың сенімін ақтау үшін мұғалім 1 минутта тынымсыз еңбек ету керек. Оқу жылына қойған мақсатым өте жоғары. 5-ші сынып балапан сыныптарын қазір
4-ші сыныпты аяқтап 5-ші сыныптар маған алдыма келіп отыр. Бастауыш сыныпты аяқтап келген балапандарды орта буынға қалыптастыра отырып, мына 11-ші сыныпты және 11-ші сыныбым бар, соларды үлкен өмірге аяқ бастыруға талмай еңбек етуім керек. Оларды грантқа түсіруге, оларды ұбт-дан жоғарғы сапа көрсетуге және әрбір мектептің түлегін өзімнің баламмен тең көруге ұстаздың міндеті деп білуім керек және солай жұмыс жасауым керек. Сәлематсыздар ма, құрметті әріптестер, сіздерді келе жатырған ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сіздерге ең бастысы зор денсаулық, отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға шығармашылық табыстар тілеймін. Мен 2019 жылы Маңғыстау облысы білім басқармасының 26 желтоқсандағы нөмірі 145 бұйрығына сәйкес педагог зерттеуші біліктілік санатын алдым. Зерттеу тақырыбым сабақ жоспарын құруда Блум таксономиясының тиімділігі. Менің ойымша, жаңа заманның мұғалімі өз пәнін жетік білетін, оқушыларына сапалы білім беруде методиканың түрлі әдіс-тәсілдерін қолдана алатын, заманауи цифрлы ақпараттық құралдарды толық меңгерген, шәкіртінің жүрегіне жол таба білетін, ұлағатты ұстаз болу керек деп ойлаймын. Әріптестеріммен атқарған жұмыстарым туралы айтатын болсам, бұл жерде мен мектеп тренер ретінде 100 сағаттық тәжірибедегі рефлексия курсын оқытуда бастауышта 1-ші топты, орта жоғарғы буында 2-ші топты оқытуда әріптестерімнің кәсіби дамуына өзімнің зор үлесімді қостым деп есептеймін. Себебі курста алған білімдерін тәжірибеде қолдана отырып, түрлі сайыстарда байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болды. Атап айтсам, Мұханова Ғалия, бастауыш сынып мұғалімі, елім менің ұлыстар мекені байқауында 1-ші орын, Тайғараева Бибігүл аудандық абай оқулары мәнерлеп оқу сайысында 3-ші орын және қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Боранғали Бақтыгүл тілші олимпиадасында сабақ жоспарын Блум таксономиясымен құра отырып жүлделі орындарға ие болды. Алға қойған мақсатым осы оқу жылында ең бірінші шәкірттерімді облыстық, аудандық, республикалық деңгейдегі сайыстарға қатыстыру. Екінші, мектебімізде құрылған шығармашылық топпен жоспарлы, мақсатты, нәтижелі жұмыс жасау. Үшінші, биыл келген жас мамандарға сабақ жоспарын құруда Блум таксономиясының тиімділігін түсіндіру үшін мастер-класс пен коучинг өткізу.